Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз фетрдан осындай әдемі, ерекше үйдегі ойыншықтарымызға арнап корзина жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: қалың фетр, қайшы, ине жіп, маркер, болмаса сызуға ручка қажет болады. Бір түсті фетрді таңдасаңыздар да болады. Менде қалдық фетрлар болғандықтан үлкендеу етіп біріктіріп жасадым. Мен біріктіріп жасағандықтан қалдық фетрлардың бойын бірдей болу үшін бір-біріне тұтас жерін өлшеп сызып алатын боламыз. Бұл сызып атқан себебім, менде сұры фетр кішілеу екен, размері сол кіші фетрдің размерімен барлығын бірдей қылып жасайтын болғандықтан сызып жатырмын. Сіздер бір тұтас фетр болса, содан сызбай-ақ жасап алсаңыздар болады. Міне екі фетр біріктіру үшін осылай сызып алдым. Бойларын бірдей қылып және қиып алдым. Осылай бір-біріне қарама-қарсы етіп біріктіріп, қолмен, болмаса машинкамен, майда тігіспен тігіп шығатын боласыздар. Мен осылай барлығын қолмен тігіп шықтым. Екінші бетін де бір-біріне қарама-қарсы етіп осылай тігіп шығатын боласыздар. Міне мен екі жағын да қолмен тігіп шықтым. Осындай тігіспен, майда тігіспен. Енді оңға қаратамыз. Фетрімізді оңға қаратып аламыз. Міне сіздерде бір тұтас фетр болса, осылай бір-біріне ғана бұлай тіге саласыздар. Мен қалдық фетр болғасын жалғап жатырмын. Енді тағы да қалдық фетрдан астын, түбін, корзинкамыздың табанын жасайтын боламыз. Ол үшін мен тағы да ақ қалдық фетрді пайдаланатын боламын. Тағы да айтамын, сіздерде бір түсті серый фетр болса, барлығын сол серыйдан жасасаңыздар болады. Мен сіздерге тек бұны үлгі ретінде көрсетіп жатырмын. Осылай маркермен астыңғы жағын, дөңгелегін өлшеп аламыз. Ары қарай көз мөлшерімен өлшеп, дөңгелек шеңбер сызып, қиып алатын боламыз. Сіздер шеңберді өлшеудің басқа түрін білсеңіздер, соны қолдансаңыздар болады. Маған осы өлшеу ыңғайлы болды. Енді осыны қиып алып, осыны міне қиып алдық. Жазу жағын ішкі бетіне жіберетін боламыз. Тағы да ине жіптің көмегімен осылай астын әдемі тігіспен тігіп шығатын боламыз. Өйткені бұл тігіс сыртқы бетінде қалатын болғандықтан осындай әдемі тігіспен тігіп шығатын боламыз. Міне менің корзинкам дайын болып қалды. Астын тігіп шықтым. Осындай ұстайтын жерін серый фетрдан оны да тігіп шықтым. Ол үшін осындай қалдық серый фетрден жалпақша етіп ұзынша қиып аламыз. Және осылай орнатып екі жағына, оны да қолмен мықтылап тігіп шығатын боламыз. Енді сыртын әдемілесеңіздер де болады, әдемілемесеңіздер де болады. Мен үйдегі қалдық фетрлардан, түрлі түсті фетрдан сурет салып, астын описанияға қалдырып кететін боламын. Фетрдан қалай сурет салатын, солай осындай арыстанның суретін салып, осындай әдемі, ерекше ойыншық салатын корзина жасап шығардым. Сіздер де өз балдарыңызға жасап беріп, бір жағына үйлеріңіз әдемі болады, бір жағынан балдарыңыз қуанып қалады. Осылай ойыншықты салып, баламыз ойнайтын жердің, бөлменің бір бұрышына осындай әдемі етіп қойып қоятын боламыз. Назарларыңызға көп-көп рахмет, пайдаңызға жарасын.